Сәлеметсіздер ме, құрметті бірінші сынып оқушылары? Мен Сәуле Қасқырқызы, өздеріңмен бірге сольфеджио сабағын бастаймын. Бүгінгі тақырыбымыз мажор гаммасындағы секундалар деп аталады. Бүгінгі тақырыбымызды жақсы меңгеріп игеру үшін тақырыпта кездесетін бірнеше термин сөздерді қайталап аламыз. Мажор классикалық музыкадағы ладтың бір түрі. Гамма деп бір октава көлеміндегі дыбыс қатарын айтады. Секунда ол интервалдың бір түрі, яғни интервал деп дыбыстардың ара қашықтығын айтады. Секунда интервалы бір-біріне ең жақын интервал болып келеді. Және де секунданың екі түрі болады. Бірінші түрі кіші секунда және екінші түрі үлкен секунда. Егер де бір октава көлемінде 6 тон болатын болса, жарты тон бұл музыка теориясындағы ең кіші тон болып табылады. Яғни кіші секундада жарты тон болады, ал үлкен секундада 1 тон болады. Музыка теориясында балалар кіші секунданы біз қысқартылып К.2 деп белгілейміз, ал үлкен секунданы Ү.2 деп белгілейміз. Тағы да ескертемін балалар. Кіші секунда жарты тон, үлкен секундада 1 тон болады. Ал ендеше бүгінгі сабағымызды бастаймыз. Мен мысал ретінде до мажор гаммасын жазып қойдым. Яғни С-дур деп латынша белгілеп жаздым. Ал енді балалар, осы дыбыс қатарынан біз секундаларды құратын боламыз және олардың қандай секунда екенін ажырата білетін боламыз. Ал ендеше бастайық. До дыбысынан жоғары қарай секунда құрамыз, ол ре болады. До, ре деп құрдық. До, ре бұл әрине үлкен секунда. Себебі до мен ренің аралығында қара басқыш бар. Егер естерінде болатын болса, балалар, егер де екі дыбыстың арасында қара басқыш болатын болса, онда ол екі дыбыстың арасы 1 тонды құрайды. Яғни до мен ре интервалы бұл үлкен секунда. Біз оны Ү.2 деп белгілейміз. Ре дыбысынан жоғары қарай және құраймыз. Ре келесі дыбысымыз ми дыбысы болады. Ре, ми екі дыбысының аралығында және де қара басқыш бар, сондықтан да 1 тон болады. Демек біз оларды үлкен секунда деп белгілейтін боламыз. Ү.2. Ми жоғары қарай фа. Ми мен фа дыбысының арасында қара басқыш жоқ фортепианоның клавиатурасында, сондықтан да бұл жарты тон болады. Ал жарты тон бұл бізде кіші секунда, яғни К.2 деп белгілейміз. К.2. Фадан жоғары қарай соль. Дәл осындай тәсілмен құратын боламыз ары қарай. Арасында қара басқыш бар, демек үлкен секунда болады. Сольдан жоғары қарай ля дыбысы болады. Аралығында қара басқыш бар, үлкен секунда деп белгілейміз. Лядан жоғары қарай си, ля, си. Арасында қара басқыш бар және үлкен секунда. Ең соңғысы си дыбысы жоғары қарай си мен до дыбысының арасында қара басқыш жоқ. Сондықтан да ол жарты тон болады. Ал жарты тон ол бізде кіші секунда. Ал енді оқимыз. Үлкен секунда, кіші секунда. Үлкен секунда және кіші секунда. Ал енді біз осыдан ереже туындатамыз. Қай басқыштарда үлкен секунда және нешінші басқыштардан кіші секунда құрылатынын біз міндетті түрде білуіміз қажет. Демек, үлкен секунда бірінші басқыштан, екінші басқыштан
және 4-ші басқыштан 5-ші және 6-ші басқыштан құрылады екен. Мінекей үлкен секунда 1-ші, 2-ші, 4-ші, 5-ші, 6-ші басқыштардан құрылады екен. Ал кіші секундалар 3-ші басқыштан және 7-ші басқыштардан құрылады екен. Я болмаса жұмысымызды оңайлату үшін ең бастысы біз кіші секунданы қай басқыштарда құрылатынын біліп алсақ болғаны. 3-ші, яғни және 7-ші. Ал қалған басқыштарында үлкен секундалар құрылады екен. Ал енді мен фортепиано аспабында ойнап көрсетемін. Жалпы жас музыкант секунданың екі түрін біз құлағымызбен де естіп және де оларды ажырата білуіміз қажет. До, ре. Бұл мелодиялық түрінде. Ал сендерге енді мен гармониялық түрінде орындаймын, яғни екі дауыста. Жалпы секунда интервалы музыка теориясында диссонансты болып құлағымызға естіледі. Диссонанс деген сөз ол жағымсыз деген мағынаны білдіреді. Ал бірақ егерде секунда интервалын бір дауысты, яғни мелодиялық түрінде орындайтын болсақ, ол біздің құлағымызға ешқандай да жағымсыз естілмейді. Тек қана оны біз гармониялық түрде, яғни екі дауыста ғана орындайтын болсақ, ол жағымсыз болып естілуі мүмкін. Енді балалар, бүгінгі сабағымыз түсінікті болу үшін мен домбыра аспабында секундалардың түрін көрсетемін. Міне, өзімізге ең жақын аспап домбыра аспабы. Домбыра аспабында сендер білесіңдер, латқа пернемен бөлінген. Өздерің білетін, мінекей, ля нотасы, лядан, мысалы, бір пернені. Ля, си. Бұл бір тон болады. Ал егерде мен ля, си бемоль деп алатын болсам, әрине бұл жарты тон кіші секунда болады. Яғни, осы жерде бізде ереже туындайды. Бір-біріне қатар орналасқан пернелер жарты тонды құрайды. Ал егерде бір пернені аттап жүретін болсақ, онда ол екі дыбыстың арасы үлкен секунда, яғни бір тонды құрайды екен. Мысалы, бүгінгі мен до мажорды осы домбыра аспабында сендерге ойнап көрсетейін. До, бір тон, жарты тон, бір тон, бір тон, бір тон, және си, до, ол жарты тон. Үй жағдайында, құрметті оқушылар, осылайша сендер дайындауларыңа болады. Ал жалпы бүгінгі сабағымыздың негізгі мақсаты, балалар, бізде сольфеджио сабағымен байланысты болғаннан кейін вокалды интонациялық бейімдеу деген болады. Яғни біз үлкен секунда мен кіші секундаларды бір-бірінен ажырата білуіміз керек. Мысалы, қазақтың халық әуенін алып көрейік. Бастап кезде әуен өте ашық болып естіледі. Бұл үлкен секундамен басталды. Ал екінші мысал ретінде тағы да қазақтың халық әуенін тартып көрсетемін.
алғашқы әуен өте ашық болып естілді бізге. Ал екінші әуеніміз шамалы мұңдылау болып естілді. Демек, кіші секунда интервалы құлағымызға өте мұңды болып естіледі екен, ал үлкен секунда интервалы біздің құлағымызға өте ашық түрде естіледі екен. Осымен мен сабағымды аяқтаймын. Келесі кездескенше сау болып тұрыңдар.